Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жеңіл әрі тез дайындалатын салаттардың бірі Малибу салатының рецептімен бөлісемін. Ол үшін қажетті заттар: 1 дана қызанақ, 1 дана қияр, 70 грамм шұжық, 60 грамм ірімшік, 1 қорап сухарики, майонез және де тұзды қолданамын. Алдымен қиярды, қызанақты, шұжықты және де ірімшікті ұзыншалап етіп кесіп аламыз. Барлығын турап алғаннан кейін 3 ас қасық майонезді пакетке салып қолданамын. Малибу салаты дайын болды, өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Егерде видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Hold me close till I get up. Time is barely